Баршаға сәлем, менің есімім Нұрсұлтан Сәбиденов. Мен 10 жылдық тәжірибесі бар кинооператор-постановщикпін. Бүгін Қонаев Space студиясында сіздерге 4 түрлі кино үшін жарық схемасын қалай қою керектігін көрсетемін. Ендеше, бастайық. Қарапайым үй жағдайында да кәсіби кадрлар жасауға болады. Ол үшін негізгі жарықты персонаждың оң немесе сол жағынан орналастырамыз. Егер жарық тым қатты болса, оның жартысын қалың материалмен жабамыз. Фонға видеода көрсетілгендей 1-2 джедай таяқшасын теплый оттенекпен орналастырамыз. Ал негізгі жарыққа қарама-қарсы беттен холодный оттенекпен, яғни көк немесе жасыл түстермен тағы бір джедай таяқшасын қойып, оны контровой свет ретінде қолданамыз. Приборлардың орындары шамамен осындай. Ал жарық түсін өз талғамыңызға қарай таңдауыңызға болады. Екінші схема. Бұл кадр үшін камераны жоғарыдан төмен қарата орналастырамыз. Бір джедай таяқшасын көк түспен диванның алдынан, екіншісін қарама-қарсы жағынан қызғылт сары түспен орналастырамыз. Бұл комплементарлық түстер болып табылады. Комплементардың түстер туралы көбірек білгіңіз келсе, менің парақшама тіркеліп алыңыз, алдағы уақытта осы тақырыпта видео түсіретін боламын. Кадрда қыздың беті қараңғы болмау үшін Гобо насадкасы бар направляющий жарықты қыздың дәл бетіне қарай бағыттаймыз. Бұл бетке акцент береді. Әйтпесе, қыздың беті түгелі көк немесе қызыл түсте болып кетіреді. Келесі жарық схемасы үшін 2 жарық приборы жеткілікті. Рисующий, яғни негізгі жарықты персонаждың оң немесе сол жағынан қоямыз. Ал артынан контроль свет ретінде Гобо насадкасын журавльге орнатып, жоғарыдан бағыттаймыз. Кадр осындай терең әрі киношный болу үшін дым машинасын қолданамыз. Соңғы жарық схемасына да келіп жеттік. Егер сіз эксперттік рилстер көп түсіретін болсаңыз, онда осы схеманы сізге білу қажет. Фонға өзіңізге ұнаған рисункты таңдап, жарық мөлшерін реттеп аламыз. Контровой свет ретінде джедай таяқшасын журавльмен жоғарыдан персонаждың шаштарына қарай бағыттаймыз. Жарық түсін қалауыңызға қарай өзгертулеріңізге болады. Сосын персонажға рисующий свет қойып, бөлмедегі барлық басқа жарықты өшіреміз. Осы кино үшін жарық схемаларын қою шынымен де оп-оңай. Ал егер сіздерде дәл осылай практикалық түрде жарық қойғыларыңыз келсе, сіздерді Қонаев Space студиясында күтеміз.